Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгін біз артық салмақтан құтылуға көмектесетін 10 қарапайым, бірақ тиімді лайфхактармен бөлісеміз. Әрбір кеңес сізге артық салмақты бақылауда ұстауға және денсаулығыңызды жақсартуға көмектеседі. Ал бастайық. Ең алдымен таңертең жылы су ішу. Таңертең аш қарынға жылы су ішу метаболизмді жылдамдатып, ағзадағы токсиндерді шығарады. Ал оған лимон шырынын қоссаңыз, ағзаны С дәруменімен байытып, май жағу процесін қолдайсыз. Суды ішіп болған соң, тамақтануды 15-20 минуттан кейін бастаған жөн. Екінші, кішкентай тәрелкелерді қолдану. Тамақ мөлшерін көзбен бақылау, тамақтануды реттеудің негізгі тәсілдерінің бірі. Кішкентай тәрелкелерді пайдалану миыңызға аз тағаммен тойғаныңызды сезінуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс әсіресе артық порцияларды азайтуға көмектеседі. Үшінші, жылдам көмірсуларды азайту. Қант, ақ нан және басқа да тәттілер сияқты жылдам көмірсулар ағзаға тез энергия береді, бірақ олар инсулин деңгейін арттырып, артық майдың жиналуына алып келеді. Оларды тұтас дәнді өнімдермен және жемістермен алмастыру қан құрамындағы қант деңгейін тұрақтандырады. Төртінші, күніне 30 минут қозғалыс жасау. Әр күнде 30 минуттық белсенділік метаболизмді қолдап, май жағу процесін тездетеді. Жаяу жүру, жүгіру, велосипед тебу немесе билеу сияқты қарапайым жаттығуларды күнделікті өміріңізге қосыңыз. Бесінші, ұйқының маңыздылығы. Дұрыс ұйқы денсаулықтың кепілі. 7-8 сағаттық толыққанды ұйқы гормондар балансын реттеп, тәбетті басқаруға көмектеседі. Ұйқыңыз жеткілікті болмаса, стресс гормоны кортизол артып, артық салмақ жиналады. Алтыншы, таңғы асты өткізбеу. Таңғы ас ағзаға қуат беретін өте маңызды ас. Ақуызға бай таңғы ас, мысалға жұмыртқа, сүзбе немесе грек йогурты түскі асқа дейін аштықты азайтып, метаболизмді тездетеді. Жетінші, көп көкөніс пен жеміс жеу. Көкөністер мен жемістерді көбейту артық калорияны азайтып, дәрумендер мен минералдармен қамтамасыз етеді. Олар талшыққа бай. Бұл ас қорытуды жақсартады және ұзақ уақыт тойымдылық сезімін береді. Сегізінші, алдын ала пайдалы тағам дайындау. Жұмыс күндеріне немесе сапарға пайдалы тағамдарды алдын ала дайындап қойыңыз. Салауатты, жеңіл тағамдар, мысалға жаңғақтар мен жемістер зиянды фастфудтан аулақ болуға көмектеседі. Тоғызыншы, стрессті басқару. Стресс көп жағдайда салмақ қосуға әкеледі. Йога, медитация немесе терең тыныс алу жаттығулары арқылы күнделікті стресс деңгейін төмендетіңіз. Және де 10-шы, тәттіні табиғи тағамдармен алмастыру. Қантты тәттілерді бал, құрма немесе банан сияқты табиғи өнімдермен алмастыру артық калорияларды азайтып, ағзаға пайдалы болады. Егер де осы лайфхактарды күнделікті өміріңізге қоссаңыз, артық салмақтан құтылып, өзіңізді жеңіл әрі қуатты сезінесіз. Жаңа бейнелерді көру үшін арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар.